Алматы қаласы полиция департаменті ескертеді. Жол қозғалысы ережесін бұзу туралы хабарламаны алғаннан кейін, сіздің 7 күн ішінде кез келген ыңғайлы әдіспен төлеп, айыппұл сомасының 50%-ын үнемдеуге мүмкіндігіңіз бар. Айыппұлдың төленгенін qamqor.gov.kz сайтынан тексеріңіз. Есіңізде болсын, қарыз көптеген мәселелерді тудырады. Төленбеген айыппұл өндіріп алу үшін сот орындаушысына жіберіледі, және олар сіздің мүлкіңізді, банктік шоттарыңызды тәркілейді, және елден тыс сапарға шығуды шектейді. Сіз көлік құралын тіркеуден шығару және жүргізуші куәлігін ауыстыру шараларын орындай алмайсыз. Айыппұлды уақытында төлеу арқылы сіз ақшамен уақытты үнемдейсіз. Құрметті көлік иелері, Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінің бастамасымен қорғау қауіпті жүргізуші жүйесі іске қосылды. Бұл жүйенің көлік құралдарын анықтау функциялары бар кең базасы бар. Жалған мемлекеттік нөмірлерін және жол қозғалысы ережелерін бұзған көрші елдердің нөмірлерін анықтайды. Жүйе сонымен қатар сот шешімімен көлік құралын басқару құқығынан айырылған жүргізушілерді және көлік құралын басқару құқығы тоқтатылған азаматтарды анықтайды. Қорғау қауіпті жүргізуші жүйесі тәртіп сақшысында. Абай болыңыз, жауапсыз болмаңыз.